Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда пиццериядағыдай дәмді болып шығатын пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдыратын боламын. Алдымен біздер опара қоямыз. Ол үшін жылы суға қантты саламыз және де қопсытқыш, яғни дрожь. Кейін 2 үлкен қасық ұнды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы қоспамызды қақпағын жауып, жылы жерге шамамен 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Жиырма минуттың үстінде ұстадым. Менің опарам өте керемет болып көтерілді. Енді електен өткізілген ұнның үстіне осы опарамызды құйып жібереміз. Дәміне қарай тұз қосамыз міндетті түрде, және де сұйық май қосамыз. Зәйтүн майы немесе кәдімгі шемішке майын қоссаңыз да болады. Барлығын жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін пищевая пленка немесе целлофанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 35 минут уақыт алады. Көтерілгенше ұстауымыз қажет. Жарты сағат уақыт өтті. Біздің қамырымыз керемет болып көтеріліп шығады. Зәйтүн майын қосып, тағы да бір басып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін ғана пиццаны жасап бастаймыз. Осы аралықта біздер пиццаға қажет заттарды дайындап қоямыз. Қызанақты видеодағыдай етіп жіңішкелеп турап шығамын. Және де пиязды да ұсақтап турап аламыз. Табаға сұйық майды құйып, жаңағы ұсақтап турап алған пиязымызды салып, аздап қуырып аламын. Кейін үстіне тартылған етті салып, барлығын жақсылап араластырып, баяу отта қуырып бастаймын. Және де міндетті түрде дәміне қарай тұз қосамын. Жалпы пиццаға өзіңіз қалаған кез келген начинканы қолдансаңыз болады. Тек мен көрсеткен қамырды қолдансаңыз, сіздің кез келген пиццаңыз дәмді болып шығатыны сөзсіз. Ет қуырылып болғаннан кейін қақпағын жауып, шамамен 15 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Осы аралықта біздің қамырымыз керемет болып көтеріліп шықты. Енді пиццаны жасап бастаймыз. Пергамент қағазына бірден илеймін қамырды, яғни қолымның көмегімен аздап зәйтүн майын жағып жіберіп, қолыммен созып, жайып шығамын. Жалпы мен көрсеткен рецепт бойынша 2 үлкендеу пицца шығады. Қамырын міндетті түрде жұқалап жайғандарыңыз жөн. Видеодағыдай қолмен жасасаңыздар, өте оңай жайылады. Қамырды жайып болғаннан кейін соусты құямыз. Соусқа мен кетчуп қолданамын. Сіздер үйден өздеріңіз қызанақтан жасап алсаңыздар да болады. Біздің алдын ала бұқтырып дайындап алған етімізді салып, жайып орналастырып шығамыз. Еттің үстінен сырды сүйіп шығамыз, және де жаңаға турап алған қызанақтарымызды орналастырамыз. Қызанақтан кейін тағы да міндетті түрде сырды қосамын. Сырды неғұрлым көп қоссаңыздар, соғұрлым пиццаларыңыз өте дәмді болып шығады. Осы пиццамызды қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 8-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Одан артыққа ұстамаймыз, өйткені біздің қамырымыз қатайып кетуі мүмкін.
Осымен біздің пиццамыз дайын. Ерекше дәмді, видеодан ақ көрініп тұрған шығар, қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, оларға 100% ұнайтынына сенімдімін. Достар, егер менің рецепттарым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Жұмасына 2-3 рет керемет рецепттармен бөлісемін.